Сәлем достар, сіздермен бүгін тәп-тәттім каналында жаңа рецептпен таныстырғалы отырмын. Бүгін бізде түріктің таңғы асы, яғни бізге керегі пияз, томат, жұмыртқа. Бұл тағамды сіздер әр жексенбіде үйде балдармен демалған кезде жасасаңыздар, балдарыңыз үнемі осы тағамды сұрап тұратын болады. Бірінші пиязды алып майдалап турап аламыз. Оны пиязға, майға 5 минут қуырамыз. Одан үстіне томатымыз саламыз да тағы да 5 минут қуырамыз. Әртүрлі осындай жаңа, жеңіл, үйде қызықты рецепттер күтсеңіздер, менің каналыма жазып, лайк басып, колокольчик қоңырауды басып қойсаңыздар, менің әртүрлі жаңа рецепт шыққанда сіздерге уведомление барып тұрады. Міне мұнда біз 5 минут жақсылап пиязды қуырып алдық. Одан кейін жұмыртқаны әрқайсысын бөлек бетіне саламыз, сарысын жармай. Сол кезде жаңағы бетін сосын жұмыртқамыз салып 10 минутқа жауып қоямыз. 10 минуттан кейін ашқан кезде жұмыртқаның ақтары пісіп, сарысы сол сары күйінде әдемі тұрады. Ас дәмді болсын. Сіздермен болған тәп-тәттім. Әр кезде жаңа үйдегі қолда бар қолданыстағы тағаммен түрлі тағам істеуді үйретіп айтып отырамыз. Міне біздің таңғы асымыз дайын. Вау, жеген де арманда, жемеген де арманда. Міне сіздерге бүгінгі таңғы ас. Әр жексенбіде отбасыңызбен дайындалып жейтін таңғы ас. Сіздермен болған тәп-тәттім. Сіздерге рахмет. Каналға жазылып, лайк басып отырамыз. Ас болсын.